өзін-өзі жетілдіру сериясымен қазақ тіліндегі видео сабақтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың атауы ақша мінсіз қызметші деп аталады. Ақша деген не деген сауалға көбіміз күнделікті өмірде оншалықты көп бас қатырып жауап іздеп жатпаймыз. Өйткені бәрімізге де ақша деген не деген сауалдың жауабы түсінікті, ұғынықты сияқты. Көбіміздің ойымыз сол ақша деген айырбас құралы, ақшаға кез келген нәрсені сатып алуға болады, ақша бұл бостандық деген сияқты жаңағы түсініктермен шектеліп жатады. Шын мәнінде ақша туралы адамның көзқарасына байланысты оның бай, кедей болуы да соған тікелей тәуелді дегенді айтады. Сайдмұрат Давлатов деген өзін-өзі жетілдіру ғылымының докторы. Енді осы мәселеге тоқталып кетейік. Негізі кедей адамдардың, ақшаға тапшылығын ұдайы сезініп жүретін адамдардың ақша туралы көзқарасы бір-біріне ұқсас дейді. Олардың көзқарасы бірдей дейді. Олардың бәрі жоғарыда айтқандай ақшаны айырбас құралы, немесе ақшаға өзінің армандаған кез келген затты сатып алуға болады. Ақшаға өзінің ой арманыңды түгел орындауға болады деген сияқты нәрселермен шектеліп жатады. Сондықтан да бұндай адамдар түсінігінше ақшаға бір табынушылық, ақшаны бір жоғары бір көтеріп қоятын бір кішкене бір сондай бір қуат ретінде түсіну қалыптасқан. Сондықтан да бұндай адамдар өле-өлгенше кедей адамдар негізі ақшаға қызмет етіп өтеді. Яғни айтқанда, ақша табу үшін олар бүкіл өмірін, бүкіл күш-қуатын сарп қылады, бірақ қанша жұмыс істеп, қанша жаңағы күш-қуатын сарп қылып жатса да ақша тапшылығынан құтыла алмайды, өмір бойы қиындық көрумен, кедейлікпен өтеді дейді. Айтқанда, бұндай көзқарас, ақшаға деген осындай көзқарас адамды байлыққа жеткізбейді дейді. Сайдмұрат Давлатовтың түсінігінше, енді байлардың түсінігі, ақшаға деген түсінігі мүлдем басқа. Енді соған тоқталайық. Байлардың түсінігінше ақша деген бұл мінсіз қызметкер. Айтқанда, ақшаны олар қызметші деп санайды, байлар. Ақша дейді 24 сағат бойы жұмыс істейді дейді. Ақша ешқашанда шаршамайды, ақша ешқашанда демалмайды, ақша ешқашанда ауырмайды, және ақша ешқашанда сізден ақы сұрамайды. Айтқанда 24 сағат бойы тынбай, демалыссыз, шаршамай жұмыс істейді ақша. Ақшаның осы қасиетін білетін адам, байлар, және ақшаның көбейгіштік қасиетін білетін байлар ақшаны өзіне қызмет еткізіп, сол арқылы байлыққа қол жеткізеді. Кедей адамдар дейді, Сайдмұрат Давлатов айтады, өмірінің жартысын өзінің қиял армандағы заттарды, неше түрлі басқа дүниелерді сатып алуға жұмсайды. Сөйтіп олар бүкіл ақшасын тапқан ақшасына үй алады, автокөлік алады, неше түрлі қымбат бағалы заттар алады, киім алады, шетелге барып қыдырады, сондай нәрселерге жұмсайды. Ал екінші жартысын дейді олар, сол бірінші жартысындағы жұмсаған, сатып алған дүниелерді, басқа нәрселерді сақтауға арнайды дейді. Соны сақтау үшін қанша күш-қуатыңды кетіруге тура келеді. Сөйтіп бүкіл өмірін сол ақшаға қызмет етуге жұмсайды, және ешқашанда ақшаның тапшылығынан құтыла алмайды, кедейліктен құтыла алмай өтеді. Ал керісінше байлар, бұлар ақшаны өзіне қызмет еткізіп қояды. Мысалы, байлар өмірінің бірінші жартысын капитал жинауға арнайды екен. Яғни айтқанда, тапқан ақшасының бір бөлігін ұдайы сақтап, жинап қою арқылы олар капитал жасайды. Сол капиталды олар пайдаланып, депозитке салады, түрлі бағалы құнды қағаздар сатып алады. Сол арқылы ақшаны өзіне қызмет еткізіп қояды. Яғни айтқанда, ақша оларға тәулік бойы, 24 сағат бойы қызмет етіп, ақша табатын болады. Мысалы,
әлемдегі ең бай инвесторлардың бірі саналатын Уоррен Баффеттің мысалы жаңағы депозиттегі салымдары, құнды қағаздары әр минут сайын мысалы оған 4000 евродан доллардан артық ақша түсіп тұрады. 4000 доллар. Бір минутта оған 4000 доллар ақша түсіп тұрады есепшотына. Мысалы сізбен ол 5 минут әңгімелесіп отырса, сол 5 минуттың ішінде оның есепшотына 20 000 доллар ақша түседі. Сізбен жай әңгімелесіп отыр, кофе ішіп. Ал сіздің есепшотыңызға бір тиын ақша түспейді. Сіз 5 минут уақытыңызды жоғалттыңыз. Ал ол болса 5 минуттың ішінде 20 000 доллар ақша тапты. Ол ұйықтап жатады, оның есепшоты жұмыс істеп жатады. Ақша есепшотына түсіп жатады. Ол қыдырып жүреді, мысалы, оның есепшоты жұмыс істеп, ақша түсіп жатады есепшотына. Айтқанда осылайша байлар ақшаны өздеріне тәулік бойы, 24 сағат бойы, жыл бойы, жыл 12 ай бойы демалыссыз қызмет етісіп қояды екен. Соның нәтижесінде олар үлкен байлыққа қол жеткізіп, және байлығына байлық қосып, байыған үстіне байы береді. Кедейлер керісінше кедейленген үстіне кедейлене береді. Енді ақша тапшылығы қайдан келеді деген мәселеге, мысалы, Сайдмұрат Давлатов былай деп жауап береді. Мысалы, адамдар, қарапайым адамдар 8 сағат жұмыс істеп, 8 сағат жұмыс істеп ақша табады, 24 сағат ақшаны жаратады дейді. Яғни айтқанда 16 сағат ақшаны көп жаратуға көп уақыт бөледі. Небәрі 8 сағат жұмыс істейді, 8 сағаттың ішінде оның есепшотына ақша түсіп жатады. Жұмыстан кеткеннен кейін бітті, ақша түспейді оның есепшотына. Енді ол жұмыстан кеткеннен кейін де, мысалы, үйіне барып тамақ ішеді, автобусқа мініп ақша төлейді, телевизор көреді, коммуналдық қызметтерді пайдаланады, тағы да басқа. Яғни айтқанда оның түрлі ақша шығын қылып жатады 24 сағат бойы. Ал 8 сағат ғана ақша табады. Ал бай адамдар болса, бай адамдардың есепшотындағы депозиттеріндегі ақша және құнды қағаздар 24 сағат бойы тынымсыз жұмыс істеп ақша тауып жатады. Олардың бай болатын себебі, ақша тапшылығын тартпайтын себебі осында дейді. Сайдмұрат Давлатов айтады. Сондықтан да ақшаны осы қасиетін пайдалану керек дейді кезің адам. Сөйтіп, өмірін арман қиялындағы заттарды сатып алуға емес, ақшасын капитал жасауға жұмсап, яғни айтқанда ақшасын жинап, капитал жасап, сол капиталды жаңағы инвестициялап, депозиттерге салып, құнды қағаздар сатып алып, сөйтіп жылжымайтын мүліктерге салып, сол арқылы ақшаны мінсіз қызметкерді, яғни айтқанда тәулік бойы, 24 сағат бойы жұмыс істетіп қою керек екен өзіне адам. Сондай деңгейге жеткен кезде ол ешқашанда ақша тапшылығын көрмейді және бай, бақуатты болып өмір сүреді дейді. Егер сіз осы видео сабақтан бір пайдалы кішкене болса ақпарат алған болсаңыз, онда лайк басып немесе пікір қалдырып, өзіңіздің пікіріңізді қалдырып кетуіңізге болады.